Ассалаумалейкум, YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мини ферма орайлы. Бүгінгі видеомызда барлығын толық қарап шығыңыздар. Мына ешкі 3 тума. Мына осының қызы бірінші тума. 3 лағы бар, 3 түрі. Осылар. Екеуі теке, біреуі ұрғашы. Міне осы 4 лақ, біреуі еркек міне. Осы үшеуі сатылады. Ұрғашы. 3 ұрғашы. Кебегі. Міне қоңыр лақ. Мына көкшіл. Осы лақтар сатылады. Дәл осы көріп тұрған видеоңызда бетал пародалы 3 бас ұрғашылықтар сатылады. Отыққан, жем шөбін жеп тұр. Шымкент қаласында. Қызықтырған болса жеке есіне шығыңыздар. Телефон нөмірі осы жерге жазылған. Хабарласыңыздар, бүкіл информацияны өз егесінен біле аласыздар. Сатылым сәтті өтсін. Осы ешкінің телефон нөмірін жазып қойдым. Хабарласыңыздар, бүкіл информациясын өз егесінен біле аласыздар. Осы видеода орыс ешкі тума тоқал, бір күнде 2 литр сүті бар. Хабарласыңыздар, кімге қызықтырса жекесіне шығыңыздар. Үш ұрғашылақ сатылады. Мынау жана бірінші тума Заниннің ұрғашылағы. Мойында моншағы бар. Өте биік. 2 айлық. Сасықтар ұзын бұнында. Бері. Осы сатылады. Түклас оданы банықтары. Одан кейін мына 2 нуб Занин сатылады. Бұлардың да сасықтар. Бұлар 3 айлық. Сасықтар ұзын. Сүт ішіп тұр бұлар. Мына сасықтар ұзын. Ұзын сасықтар. Мына екеуі бірге сатылады. Мынау бөлек сатылады. Мына екеуінің нақты бағасы. Екеуін 100-ге берем. Мұнан бір өзін 100-ге берем. 5 литрлік. Анау ешкенің қызы. Мынау 4 литрлік. Екеуін 100-ге берем бұны. Нубзанин болғаннан кейін. Шатыс болғаннан кейін. Вот таза. Мына үшеуінің де әкесі Ақмаржаннан шыққан. Ақмаржан мен Шрек деген текеден шыққан. Ақтай деген менде теке болған. Соның қыздары үшеуі. Мұнан бір өзін 100-ге, мұнан екеуін 100-ге берем. Саудасы жоқ. Ассалаумалейкум группа. Бірінші тума Занин ешкісі сатылады. Бойы 80 сантиметрден биік. Анасы чистый Занин. Әкесі де чистый Занин. Әкесі Гераклдың баласы. Сасоқтары өте ұзын. 10 сантиметр бар, 10 сантиметр бар. Сүттің шығымы өте жақсы. Бірінші тума 4 литр береді. Артқы жағына мынандай желін сапасы мынандай. Кішкентай емес, мыртиған емес, ұзын, әдемі, желін оңай сауылады. Бірінші тума ешкі, бойы 80 сантиметрден биік. Вановка ауылы, Тұрарысқұлов, Түлкібас ауданы. Болды міне, кетті. Азан сауылы.
Ешкіні өте бар. Мына шелек 3 литрлік шелек. 3 литрлік шелек. Адамда 2-2,5 литр береді. Көп бөлінеді. 2,5 кешке 1-1,5 береді. 1,5-нан кем бермейді. Жайынға шыққанына несіне байланысты. Желіні өте әдемі. Ешқандай ет желін емес. Сосоктарды керемет. Міне 3 литрлік шелек толды көбігімен. Тряпочный желін ғой. Үшінші тума ешкі сатылады. 4 литрлік. Желін формасы. Өте оңай сауылады. Биыл 4-ем туған. 3 литрлік ешкі. Өте сүтті. Оңай сауылады. Сатылады. Вановкада Түлкібас ауданы. Видеода көріп тұрғаныңыздай 2 альпи ешкі сатылады. Егіз лақтарымен 2-ші тума 160 мың деп сұрап тұр. 3 литр сүті бар. Азанғы кешкі. Және де қасына теке сатылады. 1 жасар. Оны 100 мың теңге деп тұр. Текесі міне тұр. Келіп көрсеңіздер болады. Немесе телефон номерге хабарласыңыздар. Барлық толық мағлұматты өз егесінен біле аласыздар. Осы аңғыланып лақ сатылады. Бағасы 55 мың, келісім бар. Шымкент қаласында тұр, 2 айлық. Өте сүтті линиядан. Телефон нөмір 8775 686 50-28. Осы телефонға хабарласаңыздар болады. Өте ірі өзі, жалқы туылған. Саламатсыздарма группа. Осы Занинский ешкі сатылады. 3-ші тума ұрғашылағымен 3 литрлік ешкі. Дәл қазір 3 литр сүті бар. Адres Шымкент Қарабастауда. Желін формасы жақсы. Бүгінгі видеоға шыққан осы ешкілерді көріп шықтыңыздар басынан аяғына дейін. Міне осы керемет 3 литр, 4 литр ешкілер шықты. Лақтармен бірге породасын көріп жатсыздар. Толық информация керек болса, егелеріне хабарласыңыздар. Телефоны экран бетінде жазылатын болады. Жаңадан келіп қосылған болсаңыз, міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Келесі видео телефон экран бетінен шығып тұратын болады. Және де мені қолдау үшін лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға міндетті түрде жазыңыздар. Өйткені мен сол жерден сіздерге жауабын беретін боламын. Жақсы болыңыздар.